Бастамас бұрын каналға жазылып, 1000 жазылушыға жетуге көмектесуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ бұл видеоға 2000 лайк жинайық. Қиын көрінуі мүмкін, бірақ сіздерге сенем. Оқиға Жун есімді жас жігіттен басталады. Ол өзінің жас көрінетін түрін пайдаланып, бай балаларға арналған жеке мектепке оқушы болып кіріп алады. Бірақ ол тым сымбатты болғандықтан мектептегі қыздардың клубы бірден оған ғашық болып қалады. Бұл мектепте оқушылар мұғалімдерді мүлде тыңдамайды. Оқушылар уақыттарын әлеуметтік желілерде өткізіп, сабаққа қатысудан басқа бәһән істейді. Тіпті олар Жунға соқтығысып, оның киіміне сүт төгіп алады. Бұл жағдай оны ашуландырады. Өйткені шын мәнінде ол елдегі ең үздік құпия агенттердің бірі және мектептің ішінде жасырылған алтын құймаларға қатысты істі тергеу үшін келген. Осының бәрінің ортасында Осуа есімді қыз оны көріп таң қалады, себебі ол оны таниды. Ол жігітті құлағынан қатты тартып, қатты ауыртады да, егер ол шынымен ересек болса, неге бұл мектепте жүргенін сұрайды. Бірақ ол тез арада бәрін жоққа шығарып, қайтадан оқушы кейпіне енеді. Бірақ бұл Осуаға бәрібір ұнамайды. Одан кейін ол оны сыныпқа таныстырады. Сол кезде барлық қыздар оның сымбатына тамсанып, айқайлап, өзара сыбырласып, мақсаттары оны сүю екенін айтады. Ол Дон есімді балаға жанында отырады. Ол үнемі қорлық көреді. Және Дон Жунның тағы бір қорлаушы болмайтынына үміттенеді. Әсіресе оның әкесі де сол сыныпта болғандықтан. Ол оған хабарлама жіберіп, шатырға шақырады. Онда Осуа оның оқушы болып жүргеніне сене алмай, ашуланып айқайлап, егер ол достарының алдында өзін ұятқа қалдырмайын деп уәде берсе ғана миссиясын орындауға көмектесетінін, әрі бұл жерден күндібінше тез кетуін талап етеді. Бірақ мектеп өміріне үйренбегендіктен ол сабақта ұйықтап қалады. Осуа оны түрткенде ол арнайы дайындықтан өткен агент сияқты әрекет етіп, өзінің шынайы тұлғасын әшкерелеп қоя жаздайды. Сондықтан ол оның басынан бағады. Сол кезде екі оқушы оған жақындап, әлеуметтік желісін сұрап, оған махаббат хабарламаларын жібергісі келеді. Бірақ ол мұның ешқайсысын түсінбегендіктен әңгімені басқа жаққа бұрады, ал олар оны мазақ етеді. Кейінірек мектеп ауласында жүріп, ол кіруге болмайды деген белгісі бар жұмбақ ғимаратты көреді. Бұл оған ішінде маңызды бір нәрсе жасырылғанын білдіреді. Бұл жасырын кірмек болғанда бұзақылардың Донды қорқытып, түскі асқа арналған ақшасын талап етіп жатқанын көреді. Жун араласу керек пе, жоқ па білмей қалады. Бірақ абайсызда құралдарын түсіріп алып, дыбыс шығарады. Оны естіп алған үшін ыстықеуді бұйырады. Жун ашуланып, оларға сабақ беруге дайындалады. Бірақ ұстазының сабырлы бол деген сөзін есіне алып, амалсыздан күлімсіреп, олардың талабын қабылдайды. Бірақ олар Хатта ашуланған ол Доннан оқушылар қалайша осындай жауыз бола алады деп сұрайды. Ал Дон оны жылдар бойы мазақтап келгендерін түсіндіреді. Сонда Жун оған бұзақыларға қарсы тұруға кеңес береді. Егер үнсіз жүре берсе, олар ешқашан тоқтамайды дейді. Бірақ Жунның өзі де сабағына көңіл бөле алмайды. Өйткені бұзақылар оны тыныш қалдырмайды. Тіпті оған алғашқы тапсырмасын беріп, мобильді ойын кейіпкерін деңгейін көтеруге мәжбүрлейді. Ойын қалай жұмыс істейтінін білмегендіктен ол командаластарынан көмек сұрайды. Бірақ олар көмектесуден бас тартады. Оның өміріндегі сәттердің біріне абақ берді. Сыныптастары психопат сияқты әрекет етеді. Тіпті қарындасы да оны мазақ етеді. Кейін Осуа Донның сабақта жоқ екенін байқайды. Ал бұзақы Дон қатты ауырып, ерте кетіп қалды деп өтірік айтады. Бірақ Жун оған сенбейді. Кенеттен ол қоқыс контейнерінен біртүрлі дыбыстар естиді де, Донды қорғансыз кішкентай жануар сияқты ішіне тығылып жатқан жерінен табады. Бұл оның жүрегін ауыртады. Дон түсіндіреді, ол жетім болғандықтан және тек әжесімен ғана тұратындықтан бұзақылар оны пайдаланады. Дәл сол сәтте Осуа келеді, Донның соншалықты кір екенін көріп, не болғанын сұрайды. Дон тез сылтау ойлап тауып қашып кетеді, ал Осуа оны Жунмен төбелескен деп ойлайды. Бірақ Жун өзін кінәсіздің деп ант етеді. Бірақ ол бәрібір оны өз кеңсесіне сүйреп апарады, ал бұзақы бәрін жасырын бақылап тұрады. Кеңседе Осуа оның көзіне тік қарап, бір таныс сезімді бастан кешіреді. Балалық шағындағы өзін үнемі қорғаған алғашқы махаббатын есіне алады. Ал Жун ұялып, жазаламасын деп көзін тайдырады. Бірақ Осуа тайып жығылып, жерге құлап кешірім. Бірақ оқиға жалғасады. Түнде Жун құпиялы ғимаратқа жасырын кіріп, ішінде Осуа жүргенін көріп таң қалады. Ал Осуа оған тапанша кезек. Жун оның жүзін көріп үлгермей қашып кетеді. Кейінірек Дон бос тұрған ғимаратта бұрын балет бишісі болған қыз өмір сүргені туралы қауесет айтады. Ол өзін тым қатты қинап, басқа қыздардың қорлығына ұшыраған. Бірінің оны көлі қақ кетіп, бұзақысын ғимараттың еденінің астына жасырған екен. Содан бері адамдар оның аруағы қайтыс болған уақытта әр түні сол жерде жүреді деп айтады. Бірақ бұзақы оларды бөліп жібереді, Донның тамағына түкіріп, оны жеуге мәжбүрлейді. Ал оқушылар мұны видеоға түсіреді. Дон тамақты жейін деп жатқанда, Жун оған жеме деп айқайлайды. Ал бұзақы қарсы шыққанына үйренбегендіктен, Донның табағын жерге лақтырып, Жунды ұруға тырысады. Бірақ Жун амал беріп қалдырады. Бұзақы одан сайын ашуланып, шабуылдай береді. Ал Жун жалтарып жүріп, ақыры бұзақының ең әлсіз төменгі жеріне соққы береді. Ол бұған әбден лайық. Бұзақы ауырсынғаннан айқайлап жібереді. Бірақ қорланған бұзақы соңғы рет шабуылдауға тырысады. Дәл сол сәтте Осуа келіп төбелесті тоқтатып, Жунды кеңсесіне апарып, одан жауап алады. Бірақ бір мұғалім жүгіріп келіп, бұзақыны жазадан құтқарып қалады. Ал Жун бүкіл мектепті жайлаған үлкен жақтаушылықты түсінеді.
Дәл сол сәтке оның әпкесі шындықты ашады. Ол конгрессменнің ұлы екенін және барлық оқушыларды қорқытып жүргенін айтады. Жағдай одан сайын ушығады. Өйткені төбелестің видеосы интернетке жүктеліп, бірнеше секундта таралып, бүкіл жерде вирусқа айналады. Сондықтан оның топ жетекшісі тағы бір қателік жасаса, миссиясын тоқтатамын деп қорқты. Осыған байланысты Жун мен досы елес туралы қауесет тараған жұмбақ ғимаратқа жасырын кіріп, шынайы адам қаңқасын табады. Сондай-ақ біз директордың да оларды аңдып жүргенін көреміз. Өйткені ол да қазынаны істеп жүр. Сосын Жун досына тапқандарын сыбырлап айтып жатқанда, Осуа оны тағы да құлағынан сүйреп, бәрінің алдында масқаралайды. Ол оған қатал болғанымен, Жун бұл жағдайдан жасырын түрде ләззат алады. Өйткені оның қатал мінезі Жунның бүкіл денесі мен жанын қыздырады. Ал олардың қарым-қатынасы үнемі ұрысып жүретінен біртіндеп бұзақыға қарсы бір командаға айналады. Олар бұзақыны Донды қайта-қайта қорқытқаны үшін анонимді түрде шағымдайды. Бұзақы ең мықты заңгерлерді жалдайды. Бірақ Жун мотоциклмен сондай жылдан келіп бәрін таң қалдырады. Және бұзақының шынымен де зорлық көрсетуші екенін растайтын куәгерді ертіп әкеледі. Соның салдарынан бұзақы Жунды ұрып жібереді. Бірақ Жун оған жауап ретінде өзі де ұрып күшті екенін көрсетеді. Нәтижесінде бұзақы оғыдан шығарылады. Осыдан кейін Осуа Жунның жараларын бәрімен ақырын емдеп, екеуі де жеңістеріне ерекше қуанады. Ол оған көмектескені үшін алғыс айтып, оның еріне құмарлықпен қарап, қатты ұялып қалады. Ал Жун оның шашынан жапырақты ақырын алып тастайды. Сонда Осуа сезімтелге толып, кенеттен кетіп қалады. Өйткені мектеп ережесінде оқушымен романтикалық қарым-қатынасқа тыйым салынғаны есіне түседі. Дегенмен ол Жунды жолықтырған сайын жүрегі одан сайын апылдайды. Кейінірек Жун өзінің сағатында жасырын кілт барын анықтайды. Бірақ әпкесі оны бөліп жіберіп, оған нағыз керек сағат студенттік кеңсе бөлмесінде екенін түсіндіреді. Бірақ ол бұл бөлмеге кіре алмайды. Себебі оның беделі жеткіліксіз. Ал талап бойынша үздік 10 студенттің қатарында болу және 100-ден астам студенттің қолын жинау керек. Алайда ол бар болғаны школ жинай алады. Ал оның бағалары мүлде нашар. Емтиханға дейін небәрі 7 күн қалған. Оның командасы оған тоқтаусыз оқуды бұйырады. Ал қол жинау үшін олар арнайы акция ұйымдастырып, Жун үшін қол қойғандарға тегін сэндвич береді. Бұл студенттердің қуана жүгіріп келіп қол қоюына себеп болады. Ал одан да көп қолдау алу үшін олар Жунды сахнаға шығарып, оны қыздарды еліктіретін, барынша көңілді тек билерін беруге мәжбүрлейді. Жоспар сәтті болып, ол көп қол жинағанымен жағдай қауіпті бола бастайды. Өйткені бәрі оған әуес болып тоқтаусыз видеоға түсіре бастайды. Сондықтан ол барынша кез қашып кетеді де жүздеген қол жинап алғанын байқайды. Бірақ директор Жунның беделі артып келе жатқанына ашуланады. Әрі біз оның қызы Лена екенін білеміз. Ол Ленада ең үздік оқушы әрі ең танымал болу үшін дәрі ішуге мәжбүрлейді. Осы кезде Жун кенеттен Осуа оның үйіне қонаққа келетінін біледі. Бұл үлкен мәселе, өйткені ол мектеп есебінде көрсеткен мекен-жайда шын мәнінде тұрмайды. Сондықтан оның командасы шұғыл жоспарды іске қосады, және оларда Жунның бөлмесін 16 жастағы баланың үйінде етіп көрсетуге небәрі 15 минут қана уақыт бар. Олар дүкендерден және тіпті көршілерден заттарды барынша тез жинайды. Осуа есікті қаққанда команда мүшелері шкафқа тығылады. Ал Жун қобалжып есікті ашады. Оны шығарып салуға тырысады. Бірақ абайсызда түсініп болады. Бұл керісінше әсер етеді. Өйткені енді Осуа дәретханаға кіру үшін үйге кіруге қоярды қоймай талап етеді. Ол киім ауыстырып жатқанда шиеленіс күшейеді. Ал команда мүшелері шкафтың ішінде тұншығып қалады. Ақыры біреуі ауа жұту үшін сыртқа шығып кетеді. Бірақ дәл сол сәтте Осуа ваннадан шығып келеді. Ал бір команда мүшесінің саусағы шкафтың есігіне қысылып қалады. Жун киімдерді реттеп жапқандай түр жасап, Осуа оған көмектесіп, бәрін жинастыруға кірсе. Сол сәтте Жун оны иығынан ұстап, өте жақын келеді. Екеуі бір-бірінің көзіне тік қарап тұрғанда, қыз сүрініп, Жунды құтқарушыдай ұстап алады. Сөйтіп еріндері кездейсоқ соғылып, аяқ астынан сүйісіп қалады. Осы уақытта шкафтың ішінде бір команда мүшесі түшпірейін деп тұрғанда, екіншісі оның аузын жауып, дыбысты шығармауға тырысады. Бірақ екеуі шкафтан құлап түсіп, тура Жун мен Осуа алдында пайда болады. Бұл Осуаға шок болып, ол бұлар кімдер деп сұрайды. Сондықтан олар өтіріп айтып, Жун олардың дүкенінде жұмыс істейді. Біз оны таңғалдырғымыз келді дейді. Бірақ Осуа бұған анық сенбейді. Соңғы амал ретінде Жун өзін бір түрлі аурудан талып қалғандай көрсетеді. Ал оның командадағы досы тым әсірелеп қорыққансып, Жунды көтеріп алып кетеді. Келесі күні емтихан нәтижелері шығады. Жун өз бағасын баяу қарап, командасы оның қоңырауын күтіп отырады. Ол жақсы баға алып, бүкіл мектеп бойынша үздік 10-қа кіргенін біледі. Осылайша кеңеске кіру талабын ақыры орындайды. Енді тек кеңес жетекшісін көндіру ғана қалды. Сондықтан ол оған күлімдеп жақындап, шөптен жасалған сусын береді. Өзін оны қорғайтын батыр ретінде елестетеді. Бірақ Лена соққанды түрде одан ешқандай сыйлық алғысы келмейтінін айтады, ал ол ренжіп кетіп қалады. Алайда кеңестегі басқа қыздар оны сүйкімді деп ойлап, жақсы пікір айтады. Және Жунның өзі күтпеген жерден студенттік кеңеске қабылданады. Қуанышпен тойлайды. Ал Осуа осы өзгерістерге таңданып, оның бұрынғы мектебіне қоңырау шалып, Жунден оның бұрынғы қыздары туралы ақпарат сұрайды. Бақытына орай, оның командасы өзін мұғалім ретінде таныстырып, Осуаға Жунның үлгілі оқушы болғанын айтады.
Осы уақытта кеңесте бірге отырған қарындасы одан жиналыстарда өзін танымайтын болып көрінуді сұрайды. Ал Жун оның өтінішін көмектеп, оны ең үздік оқушы болғанымен құттықтайды. Сосын Лена оларды бірге көріп кешкі асқа шақырады. Ал Жунды студенттік киімінен тыс көргенде қатты толқып, оның өте күшті тартымды көрінетінін ойлайды. Және тікелей олар кездесіп жүр ме деп сұрайды. Бұл екеуін де ыңғайсыз күйге түсіріп, олар өтірік айтып, тек бала кезден дос екендерін айтады. Олардың жауабынан кейін Лена оны азғыруға жол ашық деп ойлап қарындасына шығып, өзіне шоқ сатып әкелуді бұйырады. Бірақ ол кетпей тұрып, Жун оны тоқтатып, жетекшіге қарындасының оның қызметшісі емес екенін айтып, оның қалуын талап етеді. Одан кейін Жун қарсатқан сағат сақталған бөлмеге жасырын кіріп, сол сәтте есіктің астынан "Сәлем, Жун, таныс таныма қуаныштымын" деген хат сырғып өтеді. Бұл біреудің оның шын кім екенін білетінін көрсетеді, ал оның командасы кінәліні анықтауды талап етеді. Ол қауіпсіздік камераларындағы жазбаларды тексереді, бірақ олардың өшірілгенін көреді. Кейін белгілі болғандай, бұл адам мектептің күзетшісі екен. Ол үндемей жүру үшін ақша талап етеді. Сондықтан олар айырбас жасау үшін шатырда кездесуге келсе. Бірақ Жун келгенде кенет қатты дыбыс естиді, себебі күзетші шатырдан құлап кеткен екен. Сол сәтте Жун күзетшіні итеріп жіберген адаммен төбелесіп қашып құтылады. Сол кезде шабуылдаушы мектептің директор орынбасары екені, ал ол директордың өзімен бірге жұмыс істейтіні белгілі болады. Бұл олардың ішіндегі зұлымдықты көрсетеді, өйткені директор тіпті адамдарды қызық үшін атып тастайды. Көп ұзамай мектеп күзетшінің өлімі туралы біледі, ал қорқынышты қауесеттер бүкіл мектепке таралып, бәрінің зәресін ұшырады. Осының салдарынан Жунның ойы бөлініп кетеді, ал Асуа оның бағаларының төмендегеніне алынбайды, және енді оның еріндерін көре алмайтынына қапаланады, өйткені бұл оның жасырын арманы еді. Сондықтан ол Жунды шындықты айтуға мәжбүрлейді. Жалған айтудан шаршаған Жун ақыры бәрін ашып айтады. Ол ұлттық барлау қызметінің жоғары дайындықтан өткен агент екенін мойындайды. Ол есіктің құлпын жауып, Асуаға екі таңдау береді. Ештеңе айтпай, ерге көмектесу, немесе мемлекеттік құпияларды жариялаған үшін 20 жылдан астам түрмеге түсу. Және ол іштей Асуа өзін таңдайды деп үміттенеді, өйткені өзінің кім екенін ашқан сәтте оны сүйгісі келген. Бірақ оның әріптесі бейбіт тұрғынға қысым көрсеткен үшін оны сынап кешірім сұрауға мәжбүрлейді. Асуа оған айқайлаған үшін ашуланып ұрсады, ал ол шын жүректен кешірім сұрап, агент екенін құпия ұстауын өтінеді. Бірақ Асуа не алатынын сұрап, қауіпті агентті әшкерелеген үшін мектептен мақтау мен марапат алуды елестеген. Дегенмен шындық сол, оның жүрегінде оған деген махаббат тым көп, сондықтан ол миссиясы аяқталғанша құпияны сақтауға уәде береді, ал жалғыз өтініші оған көмектесіп, оның командасына қосылу. Бірақ ол бұл тым қауіпті дейді, ал ол оның қолын ұстағанда, Асуа махаббаттан тұтас денесі лапылдап, беті дұлдап қызарып кетеді, ал Жун оны ауырып қалды деп ойлайды. Ол маңдайына қолын тигізгенде, Асуа есін жиып, ыңғайсызданып шегініп кетеді, олардың оқушы мен мұғалім екенін. Қарым-қатынастың тым күрделі екенін айқайлап жібереді. Шын мәнінде, мектепке адамдар олардың кездесіп жүргені туралы өсек таратып үлгерген, ал Асуа бұл шындыққа жанаспайды деп айқайлайды. Бірақ олардың ойын өзгерту мүмкін емес. Сондықтан олар тыйым салынған ашықтар сияқты жасырын кездесуге мәжбүр, ал Асуа оған мектеп туралы қорқынышты оқиға айтып береді. Екі оқушы бір-бірін жақсы көрген. Бірақ бір күні қыз жүкті болып қалады, ал жігіт баланы қабылдаудың орнына есікпен тастап кетті. Ол пианиноның мектеп директорының кабинетінде екенін есіне алады. Ал Аужин қазынаны табу үшін сол жерге кіруі керек. Бірақ ол кіре алмайды, өйткені сабақтан қашып 20 академиялық ұпай жоғалтқан үшін оны оқушылар кеңесінен шығарып жіберген. Ол ұпайларды қайта жинауы керек, ал өзі мен командасы үмітін үзіп жатқанда, Асуа жақсы жаңалық әкеледі. Мектеп жарнамалық модельдер іздеп жатыр екен, ал таңдалған адамға 25 ұпай беріледі. Сондықтан ол фотографтардың алдында жасанды күлкімен позаға тұра бастайды, бірақ өзінің жастық тартымдылығын көрсете алмайды. Тек Асуа оған әртүрлі позаларды үйретіп, ең бастысы күлімдеуді айтады, өйткені оның күлкісі кез келген жүректі жібітеді, әсіресе Асуа үшін. Осылайша Асуа толықтай бағып берген соң, ол фотосессияда үлкен жетістікке жетеді. Қыздарды нағыз наубайшының қолтығында ыстық қылады. Бұл оны одан әрі ынталандырады. Ал Асуа оның бақытты болғанын көргенде қатты қуанады. Оның сөздері арқылы ол балалық шағындағы өзін қорғаған партадас қызды есіне түсіреді. Өмірінің біртіндеп Асуаға махаббат жібімен байланысып келе жатқанын ұғады. Сол сәтте кенеттен жаңбыр жауа бастайды. Жаңбыр астында ол ерекше әдемі көрінеді. Сол кезде мотоцикл оларға қарай қатты жылдамдықпен келе жатқанда, Жун оны қауіпсіз жерге тартып алады. Екеуі жаңбасыда біріне терең қарап тұра. Ол неге солай күліп тұрғанын сұрағанда, жігіт оның өміріндегі ең әдемі әйел екенін түсінеді. Бұл қызды қуаныштан жүрегі жарыла жаздап, мектеп ішінде билеп кетуге мәжбүр етеді. Жун өтіп бара жатып оны көреді, ал қыз бірден түрін өзгертіп, оны ұнатпайтын адам сияқты кейіп танытады. Бірақ жігіт оған жақындап, сыбырлап, оны осылай бақытты күйде көруді жақсы көретінін айтады. Бұл қызды сөзсіз қалдырады, себебі ол одан басқа жауап күтті. Дегенмен соңғы уақытта ол тек жүрегін ең жақсы түрде шаншып өтетін тәтті сөздер ғана айтады. Жарнамалық модельді таңдау кезінде қыз бар махаббатымен оған дауыс береді, ал бәрі қобалжып тұрған сәтте Жун ресми түрде таңдалады. Оны бәрін таңғалдырған өтідің арқасында.
Бірақ сол кезде оның командасы қорқынышты шындықташа. Мектеп айналасында болып жатқан қылмыстар оның әкесі Шауның жоғалуымен байланысты сияқты. Ал Шау осыған кейін оның ең қатты жақсы көретін адамы. Ол да командаға қосылғысы келеді. Бірақ Жун оған рұқсат бермейді. Себебі оны жоғалту тірідей өлу деген сөз. Дегеннен соңында ол командаға қосылады. Бірақ бір шартпен. Ол Жуннан 5 метрден артық алыстамайды. Және жігіттің көзі үнемі оның үстінде болады. Жун оған өзін қорғау үшін жекпе-жек өнерінің әдістерін үйретеді. Ал ол жігіттің денесіне қатты жабысып алады. Бұл Жунды алғаш рет елдат. Ол не болғанын сұрағанда, Жун сылтау айтып, суық душқа түсіп егеді. Сонда ол қызға қарап тұра алады, өзі еріп кетпейді. Олар команда болып жұмысын жалғастырады, және мектеп кешіне шақырылады. Ал Жун костюм киіп, өте сымбатты болып келеді. Бұл оқушыларды таңғалдырады. Олар оңаша кеткенде, Жун оған әдемі алқа сыйлайды. Бұл қыздың тынысын тарылтып жібере жаздайды. Екеуі нағыз жұптай сезінеді. Бірақ олар мектеп директорының кеңсесіне жасырын кіріп, пианиноны көруге келгендерін есіне алады. Олар жарықты сөндіріп, дүрбелеңде қимылдайды. Бірақ жарық ерте осылып, жоспарын бұзды. Дегенмен қосымша жоспар бар. Бірі күзетшілерді алдап кеңсеге жол ашады. Бірақ күзетшілер қоршап алғанда, Жун осуғаны қорғап, олармен айқасады. Күзетшілер тағы да көбейе береді. Сондықтан ол да жұдырықтасып, екеуі бірге кез келген нәрсеге қабілетті мінсіз командаға айналады. Бір күзетші Жунға шабуыл жасамақ болады. Бірақ осуға оған салып, Жунның өмірін сақтап қалады. Бұл ол ешқашан ұмытпайтын нәрсе. Олар ақыры директордың кеңсесіне кіріп, парақсатқан пианинода ойнайды. Көк пайда болады деп үміттенеді, бірақ ештеңе болмайды. Сосын Жун өзі туралы егжей-тегжейлі барлау құжаттарын тауып алады. Бұл директор оның барлық тапсырмаларын білетінін дәлелдейді. Сондықтан қайтып келе жатқанда ол үнсіз қалады. Командасымен сөйлесуден немесе ақпаратпен бөлісуден бас тартады және көріп тұрып кетіп қалуға шешім қабылдайды. Осуға оның су әрі оғаш болып кеткенін байқайды. Ал ол командасында тыңшы барын айтып, енді тек бір-біріне ғана сенімде болатынын мойындайды. Сосын Осуға компьютерді ақтарып отырып, мектептің оқушылардың бағаларын қолдан жасап, емтихандардың алдын ала шешіліп қоятынын анықтайды да, бұл туралы полицияға хабарлауға болады. Бірақ директор оған қарсы шығып, жұмбақ сөздер айтып, қорқыту үшін басына қару тақап тұрғандай қимыл жасайды. Алайда Осуға оңайлықпен берілетін адам емес. Сондықтан директор өзінің каскүнем хатшысына оны өлтіруді бұйырады. Ал бұл кезде Жун бәрін естіп тұрады. Осуғаны әрдайым қорғаймын деп берген уәдесін есіне алған Жун екеуі бірге қашып кетуге шешім қабылдайды. Осылайша Жун мен Осуға оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бірге қашады. Тергеу барысында олар байқамай өздерінің бір-біріне сүйіспеншілікпен қарап тұрған видеосын ашып қояды. Сол сәтте бөлмедегі атмосфера күрт өзгеріп, қалың романтикалық кернеуге толады. Бұл тергеуді ерекше тәкке етеді, өйткені өміріндегі ең қымбат адамы бірнеше сантиметр ғана қашықтықта тұр. Алайда олар қайтып келгенде, Жун пәтердің тасталған болғанын көріп, Осуғаны еденде ес-түссіз зорлық-зомбылықтың айқын белгілерімен тауып алады. Сондықтан ол Осуғаны шұғыл түрде ауруханаға жеткізеді. Онда оны жедел отағалады. Дәрігер оның қанжар мен өлім аузынан қалғанын айтып, Жунды қатты қинайды. Бірақ оның тамыры тұрақталғанын хабарлайды. Анасымен бірге Осуғаға барып, бірнеше күн қасында қалады. Сабақ қалдырған соң, мектепте олар жайлы түрлі қауесеттер тарай бастайды. Осуға мектептегі жемқорлықты әшкерелеген үшін шабуылға не себепті ұшырағанын түсіндіреді. Жалғыз куәгер карт мұғалімді директор бірінші тауып алады. Олар мұғалімді өлтірмек болғанда, Жун келіп шабуылдаушыларды аяусыз ұрып, оны құтқарып қалады. Көп ұзамай жалған емтихан туралы дәлелдер бүкіл мектепке тарап, хаос туындайды. Ашулы ата-аналар мұғалімдерге тоқтаусыз қоңырау шалып, бұл әділетсіздік көптеген балаларын ренжіткенін айтады. Бақ мектеп директорым қатты сынға алып, ол полиция бөлімшесіне жеткізіліп, тергеліп, масқара болады. Бірақ ол тек Жуннан кек алуды ғана ойлайды. Содан кейін ол Осуғамен қайта қауышып, екеуі де өмірлерін қатерге кірсе де, бәріне қол жеткізгендеріне мақтанады. Бірақ директор күледі, өйткені оны ешкім тоқтата алмайтынын біледі. Ал осы уақытта мектепте оқушылар көңілсіз күйде. Сонда Осуға олардың көңілін көтеріп, директор жаман болса да, өздері жақсы адамдар екенін, және мектептің беделін бірге қалпына келтіре алатынын еске салады. Кенеттен жаңа директордың келетінін хабарлайды. Сондықтан бәрі тазалап, бәрін мінсіз дайындайды. Бірақ келген адам түрмеден бір жолын тауып шыққан сол бұрынғы жемқор директор хит алуға дайын. Ол істеген біріншісі Жунның мектеп төсбелгісін жұлып алып, оны бірден оқудан шығаруын талап етеді. Ал достары бұл әділетсіз деп қатты наразылық білдіреді. Бірақ шешім өзгермейді. Сондықтан ол қоштасып, оларға өміріндегі ең жақсы достар болғандарын айтады. Одан кейін директор өте қатаң жаңа тәртіп ережелерін енгізіп, оқушылардың түскі ас бағаларына бақылауға алады. Төмен баға алғандар соңғы болды. Сосын ол Осуға мен Жунның бірге тамақ ішіп отырған суретін таратып, оны оқушымен қарым-қатынаста деп айттайды. Осуғаға енді мұғалім емес екені хабарланып, оны қуып шығайын деп жатқанда, кенеттен Жун батыр ашықтай пайда болып, директорға желге ұшып кетсін деп шындықты ашады.
Ол өзінің жеке куәлігін көрсетіп, өзінің 31 жаста екенін дәлелдейді. Яғни ол оқушы емес, және олардың қарым-қатынасы қылмыс емес екенін көрсетеді. Достары таң қалып, сене алмайды. Ал ол ашық түрде сезімін ойындап, Осуға өміріндегі ең маңызды әйел екенін жариялайды. Осының арқасында жұрттың пікірі түбегейлі өзгереді. Енді олардың қарым-қатынасына әдемі махаббат хикаясы ретінде қарайды. Директор ашуға булығып, олар туралы жалған жанжал жаңалықтарын шығармақ болады. Бірақ тіпті өзінің қызы да оның арамдығына қарсы екенін түсінеді. Ал Жун түнде мектепке кіріп, қазына негізін қалаушының мүсіннің басында деп жоспарлайды. Дәл сол сәтте Осуханың анасы алға шығып көмектесуге ұсыныс білдіреді. Өзі қуырылған тауық бандысының жекешісі екенін жариялайды, және ол да директордан әбден шаршағанын айтады. Себебі директор тек оқушылардың ғана емес, бүкіл қаланың басты жауы сияқты. Солайша күзетшілер мектепті күзетіп жүргенде, Жун ешкімге байқалмай кіріп, негізін қалаушының мүсінін ашады да, жасырын люкті тауып, ол құпия үңгірлерге апаратынын анықтайды. Бірақ алтын қималардың орнына ол жылдар бұрын қайтыс болған. Оқтан қаза тапқан әкесінің қаңқасын табады. Ол оқты қарап, оның ішкі барлау қызметінің директорына тиесілі екенін анықтайды. Барлық достары қоштасып, құрмет көрсеткен жерлеу рәсімінен кейін Жун директордың кеңсесіне барып, оған қару кезек, неге әкесін өлтіргенін сұрайды. Әсіресе ол сондай құнды құпия агент болғанда. Осы сәтте Жун жылап жібереді. Өкінішке қарай бірінші болып барлау қызметі келіп, оны қаруын тастауға мәжбүрлеп тұтқындайды. Оны алып кетпей тұрып, достары оған көмектеседі. Асуа күзетшілерді өрт сөндіргішпен ұрып, оны босатады. Содан кейін ол және оның командасы әкесінің өліміне себеп, оның директордың жемқорлығын және ешқашан өзіне тиесілі болмаған алтын қималарды ұрлау жоспарын әшкерелеуді көздегенін анықтайды. Содан кейін бір ер адам Жунға қоңырау шалып, алтын туралы ақпараты барын айтады. Жун келгенде әлгі адамды өліп күйінде табады, ал аяқ астынан біреу Жунның басынан ұрады. Келесі күні ол қолында кісі өлтіруге қолданған пышақпен оянады да, өзін айыптау үшін құрылған тұзаққа түскенін түсінеді. Оны кісі өлтірді деп айыптайды. Бұл жаңалық бүкіл мектепке және әлемге тарайды. Жағдайды одан сайын ушықтыра түскендей, мектеп директоры Жунның келесі 30 жылын түрмеде шіріп өткізетінін айтады. Ақыры оны түрмеде апара жатқанда, Жунның басқа амалы қалмайды, сондықтан ол өзім күзетіп келе жатқан полицейлермен айқасады. Бұл шайқас өте қатал болып, көлік жолдан шығып, қатты апатқа ұшырайды. Бақытына орай ол аман қалады да, соңғы күшін жинап сыртқа еңбектеп шығады. Сол кезде телефон будкасын көріп, Асуаға қоңырау шалып, одан көмек сұрайды. Асуа бірден оның жанына жүгіріп келеді, оны төсекке жатқызып, жараларын емдеп, сауығып кеткенше күтеді. Кейін оның бүкіл командасы Жунның тірі қалғанына қуанып, бірге тойлайды. Бірақ кенеттен Мәрі тұзаққа түседі, себебі құпия қызмет тобы оларды қуып кетеді, ал жалғыз шығатын жол терезе арқылы ғана. Сондықтан Жун бірінші болып әйнекті сындырып, сүйіктісін қатты құшақтап, онымен бірге терезеден секіреді. Олар матрастың үстіне аман-есен қонады да, күзетшілерден қашық құтылғанша жүгіре береді. Осыдан кейін Асуа мектепке оралып, ресми түрде жұмыстан шығарылады. Заттарын жинап жатқанда, ол оқушылармен қоштасқанына қатты қайғырады. Бұл жаңалықты естіген оқушылары бірден оның жағына шығып, олардың көрген ең керемет мұғалімі әлі, ең бастысы дос екенін айтады. Олардың наразылығына қарамастан, директор ештеңеге мән бермейді. Сондықтан барлық оқушылар бірігіп, директорға мектептен бір жолда кетуін талап етіп айқайлайды. Дәл сол сәтте Жун келеді де, олар директорды қызметінен босату үшін қол жинай бастайды. Бұл науқан үлкен жетістікке жетеді. Бірақ кенеттен жарық өшіп, жоғарыдан бір түрлі сұйықтық төгіледі. Ол су емес, бензин болып шығады. Сол кезде директор қолында отты ұстап кіріп келеді де, бәрін тірідей өртеп жіберемін деп қорқытады. Дәл сол сәтте Жун да келіп директордан отты өшіруін өтініп, оған тапаншаны береді. Осылайша директор өзін одан сайын құдіретті сезінеді. Оны тоқтата алатын жалғыз адам, оның өз қызы, ол анасынан сабырға келіп, полицияға берілуін өтінеді. Директор енді ешкімнің оны қаламайтынын және қылмыстары әшкере болғанын түсініп, оттықты еденге лақтырады. Бірақ соңғы сәтте Жун оттықты ұстап алып, бәрін тірідей өртеніп кетуден құтқарады. Оқушылар қуанышпен тойлап, полиция оқиға орнына келіп директорды тұтқындайды. Бірақ кенеттен Жун өзін өте нашар сезініп, есінен танып қалады. Келесі күні ол достарының ортасында оянады. Олар оған күйзелістен есінен танып қалғанын айтып, Жун өзіне осындай достары бар екеніне шүкіршілік етеді. Кейін директор кісі өлтіргені үшін сотталып, кінәлі деп танылып, түрмеде қамалады. Осыдан кейін Жун оқушылармен қайғылы қоштасады, өйткені бұл оның мектептегі соңғы күні еді. Басында олар мән бермегендей көрінеді. Бұл Жунды одан сайын мұңайды. Бірақ ол сыртқа шыққанда, оқушылар қағаз ұшақтарын лақтырып, олардың бәрі махаббат пен достыққа толы хаттармен көмкерілген болып шығады. Олар Жунға ешкім мән бермегенде, көмектескені мен көрсеткен мейірім үшін алғыс айтады. Ал Жун қатты толқып мектептен кетеді. Кейін ол шешуге келген құпия да ашылады. Жун жоғалған алтын қималарды өз үйінен табады. Өйткені әкесі қайтыс болар алдында оларды оған арнап жасырып кеткен екен. Жун қатты толқып, көктен қарап тұрған сүйікті әкесіне алғысын айтады. Содан кейін Жун Асуаға кездесуге шыға бастайды, және енді ол тек оны сүйіп, өмір бойы оның жігіті болуды қалайтынын түсінеді.
Сол түні олар достарымен миссияның сәтті аяқталуын атап өтуге жиналғанда, ол Асуаға обсерваторияның төбесіне шығып, жұлдыздарды тамашалауды ұсынады. Әсіресе олардың махаббатынан жафраған, оның көзіндегі жарықты көру үшін. Кенеттен олының саусағына сафина тағып, тосын сый жасайды, ал Асуа жұмсақ жымиып, оған тұрмысқа шығуға келісімін береді. Олар құштарлықпен сыйысады, өйткені шынайы махаббатта сөздің қажеті жоқ. Олардың жүректері, көздері мен еріндері махаббат тілінде сөйлейді. Ең кереметі, біз Джонның мұғалім болып, осы оқиғадан алған барлық жақсы қасиеттер мен білімін жаңа ұрпаққа үйретіп жүргенін көреміз. Достық, батылдық және бәрінен бұрын өмірдің нәі, жанның оты, болмысымыздың асылы махаббат. Осылайша драма өз мәресіне жетеді. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.